58-ші сабақ, екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші тапсырма, диаграммаларға қара. Е және К жиындарының бірігу операциясы. Мынау Е және К жиынның бірігу операциясы. Енді сұрақтарға жауап берейік. Е және К жиындарының элементтерін ата дейді. Мынау ішінде тұрғаны, мынау Е жиын элементтері, мынау К жиын элементтері. Атайтын болсақ, Е жиын элементтері көк тік төртбұрыш, жасыл тік төртбұрыш, қызыл тік төртбұрыш, күлгін шар, сары шар. Және К жиын элементтері күлгін шар, сары шар, және мынау темно-синий қою көк шаршы. Осы элементтерді атадық. Енді әр жиында неше элемент бар дейді. Е жиын элементтері санайық: 1, 2, 3, 4, 5. Демек, Е жиынында 5 элемент бар. Ал К жиынында 1, 2, 3. К жиынында 3 элемент бар. Келесі сұрақ: Е және К жиындарына ортақ элементтер бар ма? Егер бар болса, олар қандай элементтер? Е және К жиынына ортақ элементтер бар, және ол екі шар, яғни күлгін шар, сары шар бізде Е жиында да, К жиында да кездеседі. Демек, күлгін шар мен сары шар екі жиынға да ортақ элемент болып табылады. Келесі тапсырма, диаграммаға қара. М және О жиындарын қиылысу операциясы. Мынау қиылысу операциясы. Енді сұрақтарға жауап берейік. М және О жиындары қандай элементтерден тұрады? Әр жиында неше элемент бар? Мінеке, М жиыны мына элементтерден тұрады, яғни Б, А, Р, С элементтерінен тұрады. Және бұл жиында 1, 2, 3, 4, 5 элемент бар. Ал О жиыны Б, Ү, Р, К, Э, Т деген элементтерден тұрады. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. О жиынында 6 элемент бар. Енді келесі сұрақ: осы жиындарға ортақ элементтер бар ма? Я, бар. Бұларға ортақ элементтер мінеке мынау Б және Р. Екі жиынға да ортақ элемент. Б және Р ортақ элемент. М және О жиындарына тиісті 3 элементтен жаз дейді. Яғни тиісті десе, демек мына жердегі әріптерді жазып шығамыз. Мен А-ны таңдадым. А тиісті М-ға, Ы тиісті М-ға және С тиісті М-ға. М жиына тиісті 3 элементті жаздым. Және О жиынына мен Ү тиісті Оға, К тиісті Оға және Т тиісті Оға. О жиына тиісті 3 элементті жазып шықтым. Келесі сұрақ: диаграммаларға қара, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Баянауылға кімдер барды? Енді қараңыздар. Баянауылға кімдер барды? Баянауылға бізде Алуа барды, Қайрат барды, Зере барды, және Сәбит, Жарас, Балнұр. Бұлар Баянауылға барды. Келесі сұрақ: Қарқаралыға неше бала барды? Енді Қарқаралыға барған бізде Дархан, Айнаш, Сәбит, Жарас, Балнұр. Сонда 1, 2, 3, 4, 5. Қарқаралыға 5 бала барды. Диаграмма бойынша өзін сұрақ қой дейді. Тағы сұрақ қоятын болсақ, Баянауылға да Қарқаралыға кімдер барды деп сұрақ қойсақ болады. Баянауылға да Қарқаралыға да Сәбит, Жарас, Балнұр. Осы 3 бала 2 ауылға да барды. Келесі тапсырма: диаграммаларға қара. Осы жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиісті сандарды ата. Диаграммалар бойынша өзің сұрақ қой дейді. Диаграммаға қарап, осы жиындардың бірігуі, яғни мінеке, мына жерде бізде бірігіп тұр. Біріккен кезде бізде оларға тиісті сан 30, 50, 40, 16, 57. Мінеке, осылай жазып шығамыз. Бірігуі осылай жазылады. Яғни А және Б жиындар біріккенде оларға 30, 50, 40, 16, 57 деп жазып шығамыз.
бұл бірігуі. Ал енді қиылысуына тиісті сан, екі жиын қиылса, оларға қиылысуына тиісті сан 40. Мінекей, қиылысуын осылай жазамыз. А, Б мен қиылысқан кезде оларға тиісті сан ол 40 деген сан. Енді диаграмма бойынша өзің сұрақтар қой дейді. Сұрақ қоятын болсақ, А жиыны қандай элементтерден тұрады жалпы? А жиыны бізде 30, 40, 50 деген элементтен тұрады. Б жиыны қандай элементтен тұрады деп тағы сұрақ қойсақ болады. Б жиыны 40, 16, 57 деген элементтерден тұрады. Келесі, берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыр. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр. Таулар және көлдер деп жазып шықтық. Енді біз бірінші қиылысуын қарайтын болсақ, мінекей диаграмма болып, осы екеуін осылай сызып шығамыз. Таулар жиыны Қаратау, Мұғалжар дейміз. Көлдер Зайсан және Балқаш деп жазып шығамыз. Енді қарап байқасаңыздар, мінекей, тауларда да көлдерде де мынау зеренді деген кездеседі. Демек, зеренді дегенді осы қиылысқан жеріне қоямыз. Осы бұл диаграмма екі жиынның қиылысуы. Ортасына зеренді деп қойып, осылай бояп шығамыз карандашпен. Енді қиылысу осы болса, бірігуі десек, дәл осылай жазып шығамыз да. Тауларда мысалы Қаратау, Мұғалжар, көлдерде Зайсан, Балқаш, ортасына зеренді деп жазамыз. Себебі зеренді тауларда да, көлдер жиында да кездесіп тұр. Енді бірігуі болғандықтан осының барлығын карандашпен сызып шығамыз. Бұл бізде екі жиынның бірігуі, ал мынау екі жиынның қиылысуы. Келесі тапсырма, теңдеулерді шеш. 60 азайту x тең 24. X-ті табу үшін біз 60-тан 24-ті азайтамыз. Сонда бізде x 36-ға тең. Тексеретін болсақ, 60-тан 36-ны азайтамыз. 24-ке тең, 24 пен 24 теңеседі тексеретін болсақ. Келесі x қосу 15 тең 82. Мына x-ті табу үшін 82-ден 15-ті азайтамыз. Сол кезде бізде 67 шығады. Тексеретін болсақ, 67-ге 15-ті қоссақ, 82 мен 82 теңесті. Өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Яғни 60 азайту 48 қосу 23, кешірім сұраймын, 90 азайту 48 қосу 23, 90 азайту 48 қосу 34. Осылай жазып шығамыз. 90 азайту 48 қосу 23, 90-нан 48-ді азайтсақ 42, 42-ге 23-ті қоссақ 65-ке тең. 90-нан 48-ді азайтамыз, оған 34-ті қоссақ 76-ға тең. Дәл солай, мына 63-ті осылай кезектесіп жазып шығамыз. 63 азайту 48 қосу 23, 63-тен 48 азайтсақ 15, 15-ке 23-ті қоссақ 38-ге тең. 63 азайту 48, оған 34-ті қоссақ, бізде 49-ға тең болады. Өйткені 15-ке 34-ті қоссақ 49 шығады. Келесі 29 қосу 36, азайту 19. 29-ға 36-ны қоссақ 65, 65-тен 19 азайтсақ 46-ға тең. Дәл солай 29 мен 36-ның қосындысы 65, 65-тен 47-ні азайтсақ 18-ге тең. 54 қосу 36, азайту 19, 54-ке 36-ның қоссақ 90, 90-нан 19-ды азайтсақ 71-ге тең. Дәл солай 54 пен 36-ның қосындысы 90, 90-нан 47-ні азайтсақ 43-ке тең болады. Келесі тапсырма. С қосу сөзіндегі алды азайту сөзіндегі әртүрлі элементтердің жиыны. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр дейді. Алдымен жазып шығайық, мінекей. С жиыны Q, O, S, U деген элементтен тұрады. Д жиыны А, З, А, И, Т, У деген жиыннан тұрады. Енді осы диаграмма бойынша жазып шықса, С диаграммасы, С жиыны, мінекей, Q, O, S, U, Д жиыны, мінекей, А, З, А, И, Т, У деген бізде екі жиында да кездесетін элемент ол U. Демек, оны ортаға жазамыз, сосын карандашпен бояп қоямыз. Бұл бізде екі жиынның қиылысуы. Ал енді осының бірігу диаграммасын құрайтын болсақ, дәл осы жазып шығамызда барлығын біз бояп шығамыз карандашпен. Себебі бұл екі жиынның бірігуі болып табылады.
мынау бірігу диаграммасы, мынау қиылысу диаграммасы. Осымен біздің сабақ тамам. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Менің каналыма тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.